Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен кешкі асқа, ауызашарға дайындалатын тұшпараның рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Алдымен сиыр етін аламыз, яғни 300 граммдай сиыр етін алып, оны ұсақтап, яғни қатты ұсақтамаймыз, шағын қылып, 4 бұрыштап болсын, әртүрлі күйде бөліп, әртүрлі бөліктерге бөліп аламыз, яғни әртүрлі бөліктерге бөліп алып, оны блендердің осындай көмегімен ұсақтаймыз, яғни өзіңіз білесіз. Енді мясорубкадан ит тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Мен енді оңай жолы деп осы аздан блендерден өткізіп алғанды жөн көрдім. Неке көріп тұрғандарыңыздай, осы етімді алып, сиыр етін алдым да блендерге салдым, аздан салып, яғни ұсақтай бастаймыз. Ет тартқыштың көмегімен тартсаңыздар да болады. Мен осы блендердің көмегімен тартып жатырмын. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің етіміз ұсақталып жатыр. Тағы мінекей ашып көрсетейін сіздерге. Әлі де шамалы тарту керек екен. Мен асығыстық танытып ертерек алып тастадым. Қайтадан тағы да ет тартқышта блендерден өткізе бастаймыз. Асықпаймыз. Ет көріп тұрғандарыңыздай әбден ұсақталуы керек. Блендер өте ыңғайлы, жақсы деп ойлаймын өзім. Енді өткізіп болдым. Фаршымызды көріп тұрғандарыңыздай ұсақталды, жақсы, кәдімгі ет тартқыштан өткендей болды. Енді жуамызды аламыз. Бір бас жуаны алып, оны да осы блендердің көмегімен ұсақтап аламыз, яғни жуаны шағын бөліктерге бөлдім де блендерге салдым. Оған қоса қалған тағы да сәбіздер бар еді, яғни жарты штук сәбіз болған. Оны да қосып тартып жіберейін деп едім. Оны өздеріңіз қарайсыздар, қоспасаңыздар да болады. Мінекей бұларды да қосып, өстіп блендердің көмегімен ұсақтай бастаймын. Яғни бұларды қазір фаршымызға салу үшін ұсақтап аламыз. Сәбізді саласыз ба, оны өзіңіз қарайсыз, енді салмасаңыз да болады. Тек қана жуаның өзін тартып қойсаңыз да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Өздеріңіз қарайсыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып біздің жуамыз бен сәбізіміз үкіштен өтті. Мінекей бұны да осы етімізге араластырып қосамыз. Қосып, бұған тұзын, бұрышын саласыздар. Араластырып, татымына қарай бұрышпен және тұз саласыздар. Күшті болып шықты, әдемі болып. Фаршымыз осылай араластырып аламыз. Барлығын қолымызбен, жуамен сәбізіміз арасына араласу керекті, жақсылап. Енді осыдан кейін ұнды қамыр бастырамыз. Кәдімгі еттің қамырындай қылып бастырамыз. Ол үшін азғанта тұз саламыз. Және де мен бір түйір жұмыртқа қосып жібердім арасына. Енді оны өздеріңіз көресіздер. Бір жұмыртқа қосып, қатты қамыр илей бастаймыз. Сумен салқын су араластырып, қаттылып, еттің қамырындай қылып қамыр бастырамыз. Бір жұмыртқаны қостым, тек қана болды. Сонымен қамыр бастырдым. Қамырымызды бастырып алдық. Осылай асықпай енді пакетке бір неге салып тындырып аламыз. Тынып болғаннан кейін бұл қамырымызды жаюға кірісеміз. Еттің қамырындай лапша сияқты қылып жайып аламыз. Мен осылай жайып алдым, ұзын қылып. Еттің қамырындай қылдым, бәл жұқалау қылдым. Содан кейін мен бұл фарш жасау үшін, пельмен жасау үшін екі түрлі нәрсе пайдаландым. Бірінші қамырымды ыңғайлап алайын, өзіме кесу үшін, яғни пельмен дайындау үшін өзіме ыңғайлап алдым. Мен кішкентай жарты литрлік баклажканың соқтың соның басын кесіп алдым, жоғары жағын. Бұл менде өте оңайлы, жақсы, үшкір болғандықтан тез қиылады. Басқа да пельмен кесетін тағы да басқа нем бар, оны мен де көрсетем қазір сіздерге. Бұл мен де көрсеңіздер болады. Бұл мен тез қиылады. Бір жақсы жері пельменіміз. Мен енді камерам қозғалып кетер деп асықпай қиып жатырмын. Және осындай пельменнің өзі дайын несі бар, кесетіні. Бұны енді шамалы қолмен күшімен басып жібермесеңіздер
бірден кесіле қоймайды. Мінекей көрдіңіздер, бұл осындай. Бәрінің де көлемі сондай болады. Мінекей пельмендерімізді дайындап алдық. Енді осыны суға алып пісіреміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай пельменім пісті. Бетіне көк шөп сепсеңіздер де болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.